Баршаңызға сәлем, қалтеріңіз қалай? Сіздерде барлығы жақсы деген үміттемін. Сәлем достар. Бүгін Ерген таңғы асқа тағам дайындайтын болады. Негізінен Ерген жұмыста әрқашанда уақыты бола бермейді, бірақ ара-тұра 2-3 айда бір рет осылай Ергеннен сұрап, әртүрлі бір завтрактарды бірге дайындаймыз таңғы асты. Сол бүгін де сондай бір күн келді. Ергеннен сұрадым, бірге бір таңғы ас дайындайық, сен дайында, мен саған көмектесем деп, және де бүгін біз не yapıyoruz? Kahvaltı. Kahvaltılık kıyma. Бүгінгі таңғы ас бізде етпен болады. Негізінде менің каналымда бірнеше видео бар. Мына жерге сілтемесін қалдырып кетейін. Ерген бұрында да пісірген болатын, әртүрлі дәстүрлі тағамдарын түріктің менемен жасаған болатын. Тағы да қазір дәл есімде жоқ, бірақ сілтемесін қалдырып кетемін. Каналымнан көрсеңіздер болады. Сол, бірге болыңыздар. Біз бастаймыз. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Сонымен бізге қажетті ингредиенттер. Мұнда бізде жұмыртқа бар, капия бибер деген осындай қызыл тәтті бұрыш. Және де бізде мінекей Ерген пияз турап бастады. Және бізде ет фаршымыз енді майлы, көріп тұрғандарыңыздай. Шамамен мұнда бізде қанша грамм? 600-700 граммда ет бар болу керек шамамен. Қазір Ерген осы біздің пияздарымызды кішігірім 4 бұрышты текшелерге турап жатыр. Sen soğan keserken gözün yaş geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor. Piyaz turap жатқан кезде жылайсың ба деп сұрап жатырмын ғой. Şimdi bakacağız. Ağlar mısın, ağlamaz mısın? O kadar değil. Ergen, senin en ilk yapan kahvaltı, kendin yaptığın, kendin pişirdiğin kaç yaşındaydı? Yakın zamanda da. İlk yaptığım kahvaltı belki 17 yaşındaydım. 17. Ергеннен сұрап жатырмын, ең бірінші жасаған таңғы асым өзім пісірген қашан десем, мүмкін бір 17 жасымда шығар дейді. Genel olarak en ilk yemek yaptığın ne zaman peki? Yemek yapmadım ki ben hiç. Hiç. Sen hiç yemek yapmadın mı ya? Al тамақ қашан жасап көрдім десең, мен ешқашан тамақ жасамағам дейді. Тек қана таңғы аста осылай әртүрлі вариациядағы омлет, жұмыртқа, жаңағы соларды істегенмін деп жатыр ғой. Бірақ андай негізгі тағам пісірмепті ешқашан. Негізінен Ерген әрқашан ата-анасымен бірге тұрады, сол үшін мамасы пісіретін болғандықтан Makarna bile yapmadım. Makarna bile yapmadın yani. Даже макарон да пісірген жоқпын дейді. Рожки. Мамасымен тұратын болғасын, ата-анасымен сол мамасы пісірген әрқашанда. Сестрасы, абламыз. Сонымен Ерген дайындап бастап жатыр. Қазір міне ыдысымызға кішкене сұйық май. Біздің фаршымыз майлы болған соң, мына сұйық май аз құйып жатырмыз, өйткені қазір етті қуырған кезде еттің майы шығайын деп тұр енді. Кәдімгідей. Profesyonel şekilde yapıyorum. Olsun alır. Batır alır ağzına. Böyle güzel antiseptik olur. Soğan sağlıklı. Ергенде қазір қызыл бұрыш турап жатыр.
Rengi değişti mi canım? Ha? Soğanın rengi değişti mi? Pembe oldu mu? Pembe olmadı. Olmadı mı? Pembecik mi olması lazım? Біздің жуғамыздың түсі розовый болу керек деп жатыр Ерген. Енді сіздің қолдары кішкене мына жерде тұрған кезде үлкендеу болған соң жанып кетуі мүмкін деп мына жерге ауыстырдық газды. Енді алмаш керек. Suyu çıkması mı lazım ya da çekmesi mi lazım? Çekmesi lazım. Суы кішкене буланып шығу керек дейді. Суы. Suyun çekti değil mi? Suyu kalmadı desek болады. Қазір Ерген бұрыш қосып жатыр. Ерген не үшін капебер соңдап yiyorsun? İlk başta değil. Biber çabuk öldüğü için. Biber çabuk öldüğü için. Çabuk piştiği için sonlara atıyorum. Неге кейін салып жатсың деп жатырмын ғой. Бұрышты айтады, бұрыш тез піседі, сол үшін кейін салдым деп айтып жатыр. Витаминдері де өзінде қалады деп ойлаймын. Солай пісіргенімізде. Қазір дәміне қарай тұз. Az bir şekilde olabilir de. Çok atma benim. Ne bakarsın. Enerjinde. Yok dedim ha. Қара бұрыш, да ма? Кішкене қара бұрыш. Siyah çıkmış. Hı? Siyah çıkmış. Негізінен Ерген айтып жатыр, кішкене майы аз ет болса тіпті жақсы болады. Таңертең таңғы асқа деп. Бірақ мен айтып жатырмын, мынау біздің нағыз біздің қазақтардың жейтін таңғы асы ғой деп. Менің папам негізі таңертең де ет жеген жақсы көреді. Сонымен папам негізі бұл майлы еттен жасалған таңғы асты сүйсініп жейтін еді. Babamı diyorum seviyor et. Sabah bile seviyor ya babamız diyorum. Onu sevinirdi. Baba severdi. Yağlı et de sever. Değil mi? Dürüst bak. Evet. Nasıl koydun onu sandım. Satmış mıydın? He? Çok tuzlu ya. Şöyle barlığın araştırады осылайша. Altı kapatmıştım. Altını kısık yapacağım. Kısık mı yedin? Yani kısık haline getirdim. Niye? Ha? Kısık ateşte pişmesi en iyi olur en sonunda. Lezzetini verir. Ha. Sonunda az otта pişse dәмі күшті болады деп жатыр. Астын бастық.
Görsellik isteyen sadece onun üstünde bırakabilir böyle. Sarısını isteyen. Evet, ben görsellik yapmıyorum. Lezzet yapıyorum. Erge айтып жатыр, үстіне жұмыртқасын қойып, былай араластырмаса да болады. Солай әдемі көреді әрине, бірақ мен ішіне араластырдым, өйткені солай әлде қайда дәмді деп жатыр. Көреміз енді қазір. Жұмыртқасын араластырып жіберді етпен бірге. Шайымыз демленіп жатыр қазір. Көрсетейін, түріктерде негізінен таңғы ас ол ерекше. Көріп отырғандарыңыздай, әдетте міндетті түрде жасыл зелень дейді ғой, шөп түрлері міндетті түрде болады. Жанында міндетті түрде жаңағы қызанақ, қияр болады. Бүгін бірақ қияр бітіп қалды бізде. Және де мына жерде міне биас пейнер деген ірімшік брынзаға ұқсайтын. Мына жерде бізде шоколадный крем, шоколадная паста. Және де бір қызығы, түріктер вареньені тек қана таңертеңгі аста жейді. Шаймен басқа уақытта столға қоймайды, бір қызығы. Және де классикалық түрде ол сары май. Мынау бізде мынандай соус, ажылы соус деген жазда дайындадық перецтен. Соус, онда соустарды да әдетте таңғы аста ғана жейді, басқа уақытта қоймайды, бір қызығы. Мында менде бал, мында майдың басқа бір түрі. Папам жейді оны. Мынау бізде бал, мынау бізде жаңғақ. Білесіздер, және де кеше пицца пісірген болатым, сол пиццаны да бүгін таңғы асқа қойып жатырмын. Әр дастарханда таңғы асы табылатын бұл оливки. Негізі түрлері көп. Біз осы қара оливки жақсы көреміз отбасымызбен. Және де мында бізде шаймен ішуге лимон. Бұл күфлі пейнер деген. Бұл да ірімшіктің бір түрі. Көктеп кеткен ірімшік деп айтсақ болады. Күфлі деген көктеп кеткен сыр с плесенью ғой, орысша айтқанда. Осы біздің қаланың негізгі тағамы десек болады. Бұл сыр біздің қаладан шығады, Көне қаласынан. Және де мында бізде сыр с плесеньден кейін айтпай кеткен бұл тахин пекмес каршымы. Бұл екі нәрсені араластырған кезде осындай әдемі тәтті, табиғи, жаңағы не деп айтсақ болады, табиғи бір дәм. Таңертең жейді көбіне түріктер бұны да. Тахин пекмес деген, бұл қазір сіздерге көрсетейін. Бұрында видеомда көрсеткен болатынмын. Бұл кәдімгі табиғи түрде ешқандай қант қосылмаған, осындай қара жүзімнен дайындалады сироп. Қант жоқ құрамында, тек қана қара жүзім және бір құмның бір түрін қосып дайындайтын білем. Нақты тағы да не қосатын нақты айта алмаймын, бірақ ішінде қант жоқ. Табиғи өнім осы пекмез деген осы. Және де сол осы пекмезбен тахинді араластырған тахин дегеніміз міне бізде. Бұл кәдімгідей семена кунжута, соның езіндісі десек болады. Езілген семена кунжута. Осы екеуін араластырған кезде осы тахин пекмездің каршымы деген осындай әдемі таңғы асқа жейтінде дәмі тәп-тәтті, қан көбейтетін сондай керемет бір өнім десек болады. Karan fuarı. Bilmem. Nerede? Şehrin. Uzaksa gitmem. Nasıl tadı? Havayla mı gittin? Güzel canım. Güzel mi? Ben yaparım da güzel olur. Maç yapıyorum. Mustafa деген біздің ағамыз келді бүгін. Кеше келді, точнее, қонаққа. Nasıl olmuş abi? Nasıl olmuş? Gerçek söyle ama. Ergün yüzüne. Ürünmesin. Güzel. Güzel mi? Güzel olmuş. Çok güzel. Afiyet olsun. Eti Сонымен видеом соңына келіп жетті. Егер видеом ұнаған болса, лайктарыңызды аямай қоя кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.